hands up. Сен табиғатты сұлу деп ойлайсың ба? Онда қайтадан ойлан. Бүгін мен саған жануарлар әлемінің ең қорқынышты әрі ең жиіркенішті әрекеттерін көрсететін боламын. Сендермен Бану ТВ каналы. Ал кеттік ендеше. No scarf, got ice on the neck. 7 flex on the checks on deck. They wonder how I do it like that. Елестетіп көріңіз. Жай ғана кішкентай құмырсқа. Бірақ ол енді өзіне тиесілі емес. Оның миын біреу басқарып отыр. Бұл фантастика емес. Бұл табиғаттағы нағыз зомби. Оны зомби қылатын Афиокордисеп деген саңырауқұлақ. Бұл паразит құмырсқаның денесіне кіріп, миын жеп қоймайды, бірақ оның қимылын толық бақылауға алады. Жұқтырылған құмырсқа бір күні колониясынан шығып, белгісіз күштің жетегінде дәл белгілі бір биіктікке жапыраққа өрмелейді. Сосын жапырақты тісімен қысып, қатып қалады. Бұл оның соңғы әрекеті. Барлығы кішкентай ғана саңырауқұлақтан басталады. Құмырсқа енді ол өз емес, ол жай ғана қуыршақ қана болып қалады. Ол сол жерде қатып қалады да, денесінен саңырауқұлақ өсіп шығады. Ең қорқыныштысы, бұл фильм емес, бұл табиғат. Табиғатта шынымен де осындай бар. Ғалымдар мұндай саңырауқұлақтың 400-ден аса түрі бар дейді. Енді елестете беріңіз. Құмырсқа өлген соң, саңырауқұлақ оның денесін толық басып алады. Басынан сабақ сияқты саңырауқұлақ өсіп шыққан соң, ол саңырауқұлақ миллиондаған спораларын шашады. Оның споралары басқа құмырсқаларға жұғады. Кейін олар да осындай ауруға, яғни зомби құмырсқаға айналады. Әртүрлі құмырсқаларға орай саңырауқұлақтар да әртүрлі бейімделген. Оларға кездейсоқ шықпайды. Бұл жерде арнайы стратегия болады. Ғалымдар мұны эволюция шедеврі дейді. Бұл жылан аш емес, ол өз-өзін жеп жатыр. Өз-өзін жейтін жылан туралы естіп пе едің? Көріп тұрған жылан, ол есінен адасқан жоқ. Тіпті ол аш та емес, бірақ ол не істеп жатқанын өзі білер ме екен? Ғалымдар бұл жағдайды Уробарос синдромы деп атайды. Ми сигналдары шатасып, ол өзінің құйрығын жем деп ойлайды. Ол өзін жау санайды. Ол неге бұлай ойлайды? Себептері өте қауіпті. Себептері жүйкенің бұзылуы, температураның қалыпсыз болуы, қатты стресс, улану, немесе ауру жұқтырғанда болады. Ең қорқыныштысы, жылан мұны тоқтата алмайды. Ол өз денесін жұта береді, соңында өледі. Ең қызығы, ежелгі адамдар өз құйрығын жеген жыландарды шексіздік пен жойылудың белгісі деп санаған. Табиғатта жау кейде сыртта емес, өз ішіңде де болады. Бұл өрмекші жауыз емес, бірақ ол өз әкелігін жеп қояды. Бұл өрмекші аш емес, кек те емес. Ең қорқыныштысы, бұл кездейсоқ емес, бұл табиғаттың заңдылығы. Қара өрмекші де ұрпақты дүниеге алып келгеннен кейін, ол өз әкелігін жеп қояды. Ол дегеніміз, ұрғашы өрмекші еркек өрмекшіні жеп қояды. Бұл өрмекшінің таралған жері өте көп, картада көрсеңіз болады. Жеп қоюының себебі әкесінің денесі балаларға қорек болады. Осылайша кішкентай өрмекшілер күш жинап, есейіп үлкейеді. Тірі қалу мүмкіндігі артады. Ұрпақтың саны емес, сапасы маңызды. Табиғатта сезім, махаббат деген жоқ, тек тірі қалу керек. Ең таң қаларлығы, кейбір еркек өрмекшілер бұны өздері біліп, бұл жағдайға дайындық жүргізеді екен. Көп тамақтанып,
өзіне қор жинап семіреді екен. Балаларым тойсын дейді да. Олар мүлдем қашпайды. Қара өрмекші құрбандықтың символы. Басқаларға өмір беру үшін өз өмірінен бас тартады. Табиғатта кейде ата-ана болу өліммен аяқталады. Ғалымдар бұл құбылысты жыныстық каннибализм деп атайды. Еркек өрмекшінің денесінде ақуызға өте бай, сондықтан балалар тез күш жинайды. Папугай десе көз алдыңа не келеді? Жем шоқып отырған сүйкімді құс па? Ал егер мен саған папугай қой жейді десем ше? Иә, бұл әзіл емес. Бұл Кея деп аталатын папугай. Ол Жаңа Зеландияда өмір сүреді және әлемдегі ең қауіпті әрі ең ақылды папугай саналады. Кея жай құс емес, оның ақылы 5 жасар баламен тең дейді ғалымдар. Ол құлып аша алады, сөмкеңді шешеді, тіпті көліктің резеңкесін жұлып кетеді. Кея қойдың арқасына қонып, жүнін шоқып, терісін жаралайды да тірі қойдың майын жейді. Бұлар көбіне түнде шабуыл жасайды. Балықтың тілі болмаса не болады деп ойлайсың? Ал егер мен саған бір паразит бар, ол балықтың тілін жеп, оның орнына өзі тұрады десем ше? Бұл қорқынышты фильм емес, нағыз шындық. Бұл паразиттің аты Симотоа экзигуа деп аталады. Ол әлемдегі ең қорқынышты паразиттердің бірі. Ол балықтың аузына кіріп, алдымен оның қанын сорады. Кейін барып балықтың тілін жеп қояды, толықтай тілін жеп қояды. Бірақ бәрі мұнымен біткен жоқ. Тіл өліп қалған соң, паразит тілдің орнына жабысып, сол балықтың жаңа тіліне айналады. Ең шок дерек, балық тірі қалады, өлмейді. Ол тамақты сол паразит арқылы жей береді. Ал паразит балықтың аузында өмір бойы өмір сүреді. Кесіртке қорыққанда не істейді деп ойлайсың? Қашады ма? Жасырына ма? Ал егер мен саған бір кесіртке бар, ол қорыққанда көзінен қан атқызады десем ше? Бұл фантастика емес, бұл табиғаттың өзі. Бұл жаратылыстың атауы мүйізді кесіртке. Ол негізінен солтүстік Америкада өмір сүреді. Сырттай қарағанда жай ғана баяу қозғалатын кесіртке сияқты. Бірақ қауіп төнсе, ол көзінің ішіндегі қан тамырларын арнайы қатты қысыммен жарып, көзінен қанды 1-1,5 метрге дейін шашады. Ең шок дерек, бұл қан жай қан емес, оның иісі мен дәмі қасқыр, түлкі сияқты жыртқыштарға өте жағымсыз. Сол себепті жауы бірден шошып, қашып кетеді. Таңғаларлығы, кесіртке осыдан өлмейді. Бірнеше минуттан кейін бәрі қалпына келеді. Табиғатта кейде қару, тіс те емес, тырнақ та емес, қорқынышты қорғаныс әдісі болуы мүмкін. Табиғатта біз ойлағаннан да қорқынышты жаратылыстар көп. Егер осындай сенбесең де шын деректерді жіберіп алғың келмесе, арнаға жазылуды ұмытпа. Сіздермен бірге Бану ТВ арнасы. Келесі кездескенше.